Біз бүгінгі видеода киборгтар жайында айтамыз. Тағы да Mortal Kombat'ында киборгтар бар. Бұл киборгты тағы да атап, тағы да өздері ұша алатындай хәле бар. Біз қазір сіздерге айтып, тағы да сол аялардың супер нелерінде айтып беретін боламын. Ал кет. Үшінші орында киборг Смоук. Киборг Смоукта бар. Бірақ бұл дейтін біраз кезінде комикстерде тағы да бұрынғы ойындарда бар. Тағы да Смоук көбінесе Смоуктың күштерін алған. Смоук көбінесе ол Смоуктың да күштері бар. Біріншіден Смоук сияқты жоғалып кетіп тағы шаңға айналады. Тағы қолында да заттар болады. Екінші орында Сайрекс көбінесе ол сары робот. Тағы да мен бұрында осылар жайында айтқам. Білесіздер. Бірақ Сайрекс көбінесе ол ата тағы да дейтін жап-жасыл бір өрмек сияқты затты лақтырады. Бұл дейтін өрмекші адам емес. Бұл бұрында граната, тағы да бомбаларды лақтырылады. Тағы да өзінің мықты екенін біледі. Сайрекс көбінесе бұның бәрі күйлер. Тағы да Сайрекс қолынан аталады, тағы да өзінің мықты екенін біледі. Сайрекс тағы да қашып жүріп удар бере алады. Сайрекс көбінесе ол жауын мықты екенін біледі. Тағы да жау мықты екен, тағы да ол жасыл затты лақтыра алады осындай. Тағы да осыны ақ, тағы да қолында қылыш пен заттар да болады. Қазірде де бар. Mortal Kombat'ın серияларында көп. Бірінші орында Сектор. Бұл робот көбінесе мықты кейіпкер. Тағы да бірінші орында алатын кейіпкер. Бұның мықтылығы отты шашады. Тағы да партылысып шығып кете алады. Өзі мықты екенін біледі. Бұл робот өзі оттар шашып, тағы да ішінен граната да заттарын лақтырады. Тағы да бұл өте мықты кейіпкер робот. Сектор мен Сайрекс көбінесе өздерінің дос екенін біледі. Олар роботқа айналса да дос екенін біледі. Осы үш роботта киборг болып шықты. Тағы МК нелерінде де болды.